мысалға. Біреу армандауы мүмкін, мен креслода отырсам екен деп. Бірақ мен 100% сенімдімін, сіз білесіз нақты қай мамандықты таңдамайтыныңызды. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айнұр Аңламасова, және менің бүгінгі блогым мамандық таңдауға арналады. Яғни қалай өзгеше 5 әдіс арқылы мамандығымызды дұрыс таңдаймыз. Менімен бірге болыңыздар, сіздерге банально емес әдістерді айтып беретін боламын, өз тәжірибемнен жинақталған. Сіздерге бір жиз айтайын, барлығымыз мен армандаған мамандық тақырыбында эссе жазған болармыз. Және сол кезде барлығымыз енді 100% деп ойлаймын, жазған шығармыз. Өмірде екі дүниеден қателеспеу керек. Бірі мамандық, екіншісі жар таңдау деп. Ал енді менің блогым бұл сөздерден басталмайды. Бірден сіздерге 5 әдісті көрсетіп беретін боламын. Бірінші әдіс. Сүйікті пәніңізді таңдаңыз. Сіздер енді мектеп оқушыларсыздар. Енді әрбір оқушының өзінің бір сүйікті пәні болады ғой. Мысалы, мен естіп көрмеппін, мектеп кезінде химияны күшті оқып, өскенде физик болып кетіпті дегенді. Сол секілді, мысалға, мен өз тәжірибемнен сүйенейін. Мен мысалы журналистика мамандығында оқимын, 2-ші курста оқимын қазіргі таңда. Сәйкесінше менің мектеп кезде сүйікті пәндерім қазақ әдебиеті, қазақ тілі, тарихы, осындай шығармашылық бағытта болды жалпы. Және менің сәйкесінше мамандығым да соған байланысты, мысалға. Сол секілді өздеріңіз қандай пәнді сүйіп оқисыздар, сіздің болашақ мамандығыңыз сол пәннің былай жанында жатқан болуы мүмкін. Соны ескеріңіздер. Бұл бірінші әдіс. Екінші әдіс – визуализация. Мысалы, сізге мен былай сұрақ қоямын. Болашақта өзіңнің белгілі бір жерде жұмыс істеп жатқаныңды елестет. Яғни саған комфорт жұмыс орны қандай? Енді елестетіп көріңізші, сіз көзіңізді жұмыңыз, қай жерде жұмыс істеп жатсыз? Мүмкін сіз сахнада тұрған шығарсыз, мүмкін сіз шахтада жұмыс істеп жатқан шығарсыз. Мамандықты дәл таппасаңыз да, өзіңіздің сізге ыңғайлы, сізге комфорт жұмыс ортасын табыңызшы. Қандай орын? Мәселен, мысалы, енді өз тәжірибемнен сүйеніп айтып жатырмын ғой, өзімнің бастан өткен оқиғаларымда. Мен де бұрын ойлайтынмын, мен қандай мамандық таңдаймын? Ең бірінші өзіме сұрақ қойдым. Мен қандай жерде жұмыс істегім келеді? Сол кезде мен енді есіме түсіп жатыр. Мен визуализация жасаған кезде маған комфорт орта, ол белгілі бір кеңсе деп алайық. Соның ішінде менің жеке жұмыс үстелім болады, мен жеке компьютерім болады. Сол жерде мен шығармашылықпен айналысам деген секілді елестеттім. Сәйкесінше журналистика мамандығы да одан алшақ емес. Яғни енді түсірілімдерден бөлек, яғни мен мысалы телевизиялық журналистика, тележурналистиканы алып қарасам, көбіне осындай компьютермен жұмыс болады. Арнайы үстел, арнайы өзінің жұмыс ортаң, көбіне жазу ғой, енді журналистика деген көбіне сол жазумен байланысты. Енді қарап тұрсам, менің визуализациям маған комфорт орта, мен жұмыс істегім келетін жер сәйкес келіп тұр. Сіздер де осы әдісті тексеріп көріңіздер. Сіздерге қандай жұмыс жасайтын орын керек мысалға. Біреу армандауы мүмкін, мен креслода отырсам екен деп, немесе біреу көлік айдап бара жатсам екен деген секілді. Соны елестетіп көріңіздер. Үшінші, ата-анаңыздың пікірін біліңіз. Яғни кейбір балаларды ата-анасы көбірек біледі, оның қабілеттері қандай, неге икемі бар. Сол жағынан негізі екінші, үшінші тараптың пікірлерін тыңдаған дұрыс. Сіз өзіңіздің мамандығыңызды өзіңіз таңдай алмай жатсаңыз, өзгелерден көмек сұраңыз. Мысалы, ең бірінші сізге жаны ашитын адам ол ата-анаңыз, келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Ақылдасыңыз, ол кісілер сізді қандай маман иесі болған қалайды екен, соны сұрап біліңіз. Және тағы бір қызық айтайын, сіз, яғни адам, бұл өзінің арғы ата-бабаларының гендерінің жиынтығы, Сіздің ата-бабаларыңыздың бойында болған қабілеттер сізде жинақталған. Ал енді сұрақ, ата-бабаларыңыз немен айналысты? Енді ойламайым, енді аталарым қойшы болды, мен де өскенде қойшы болам деген емес, енді әрбір қабілеті болады ғой енді. Алыңыз ертегі кітаптарды қарасаңыздар, мысалы, әкесінің жолын қуған деген көп нәрсе бар, яғни әкесінің қабілеттері баласына дарыған секілді, етікшіден етікші туылады деген секілді. Енді мысал келтіріп жатырмын. Сол секілді сіз өзіңіздің ата-бабаларыңыздың, туған-туысқандарыңыздың, яғни өзіңіздің арғы тектеріңіз кім болып жұмыс істеді, қандай қабілет бар, сол жағын бір зерттеп шықсаңыз, ол да сізге мамандық таңдауға көмек береді. Яғни бұл сіздің қабілеттеріңізді ашуға мүмкіндік береді.
мінекей бұл қарапайым болғанда енді логикаға салып қарайтын бір кеңес деп ойлаймын өзімнің атымнан. Және бізде төртінші, мен осы блогты түсіріп жатырмын, себебі бұл мамандық таңдау өте қиын болды маған. Өзім басыма түскен екен, білем да, қаншама ақтардым, не істерімді білмедім шынымен ше, қандай мамандық таңдайын. Мынау YouTube желісіндегі тұрған мамандық таңдау деген бүкіл бейне жазбаларды көріп шыққан шығармын. Сондықтан да осындай пайдалы блог түсіргім келді, басқаларға өзімнің көмегім тисінші деген. Негізі мамандық таңдау өте қиын жұмыс. Ал енді маған осы мамандығымды таңдауға бір көмек берген бір нәрсе бар. Бұл психологиялық тесттер. Яғни интернетті ашып қарасаңыз, көп тесттер бар. Яғни қалай мен өз мамандығымды таңдасам болады, қандай профессия маған жақын, тым құрмағанда, яғни мамандығыңызды дәл таппасаңыз да, өзіңіздің бағытыңызды таба аласыз. Соған көмек беретініне мен 100% кепілдік берем деп айтсам болады. Себебі мен осы өз мамандығымды таппай жүрген кезде, яғни мен қараңыздар, мен 10-шы сыныпқа келіп өз мамандығымды таңдадым. Негізі бұл өте кеш деп ойлаймын. Себебі оған дейін таңдасаң, мысалы, сол бағытқа қарай жұмыс жасайсың, соған қарай дамайсың. Ал әйтпесе, нақты мақсат болмаған кезде адам жан-жақта жүре береді екен да, нақты мақсатсыз. Үйден шыққан кезде адам бір белгілі бір жерге баратырмын деп шығады ғой. Егер сен мақсатың жоқ болса, сен айналып көшені айналып не істеп жүргенді өзің білмейсің. Тура сондай секілді күйде болдым. Яғни шырғалаңға түстім деп айтсам болады. Мамандық таңдау өте менде бір енді күйзеліске алып келетіндей тақырып болды. Себебі 10-шы сыныпта қарайсың ғой енді өзің басқа сыныптастарыңды, олар бір мамандықтарын таңдап алған және сол бағытта оқып, сол уақытта енді өзін дамытып бастады. Ал мен әлі білмеймін өзім мамандығым қандай екен. Сол маған бір ауыр тиді да. Мен 10-шы сыныпта тоқтамай өзімнің мамандығымды іздеуге белсене кірістім. Және маған көмек берген психологиялық тесттер. Қателеспедіңіз. Мен өзімнің қабілеттерімді анықтау мақсатында осындай ғаламтордағы психологиялық тесттер тапсыра бастадым. Шыны керек, бір тестті тапсырдым, енді бір сағаттан көп уақыт алады екен. Көп тапсырдым ғой, енді соның біреусі де айтып бергім келіп тұр. Тапсырдым. Соңында мен білдім, түсіндім, мен шығармашыл адам екенімді. Яғни мен шығармашылық бағыттағы мамандықты таңдаймын. Бұл нақтыланды. Және одан кейінгі маған таңдап берген мамандығы, менің бойымдағы қабілеттер жазушы деп шықты да. Сол кезде ойланым, не деген жазушы? Қалай жазушы? Мен қалай жазушы боламын деген секілді. Ал бірақ қарап тұрсам, журналистика жазудан мүлде алшақ емес. Тіпті журналистиканың басты критерий деп айтсақ, жаза білу екен. Мінекей осындай психологиялық тесттер маған көбіне көмектесті. Және сіздерге де айтам, кеңес берем. Ерінбей өзіңіздің қабілеттеріңізді нақтылап, өз бағытыңызда, өз мамандығыңызды дәл табуларыңызға тілектеспін. Және 5-ші, соңғы әдіс, сіздерге тағы бір әдіс, күшті әдіс. Яғни сіз білмей тұрсыз, нақты қай мамандықты таңдайтыныңызды. Бірақ мен 100% сенімдімін, сіз білесіз нақты қай мамандықты таңдамайтыныңызды. Мысалға, өзімді айтайын. Яғни енді айттым ғой жаңа 10-шы сыныпта өз мамандығымды іздеп, өзімді іздеу жолында көп былай басым қатты, Бірақ мен білдім, мен дәрігер болмайтынымды білдім. Себебі біріншіден мен қызықпаймын, икемім де жоқ. Бірден дәрігер болмаймын. Болды. Мұғалім болмайтынымды білдім. Тағы да сол қызығушылық жоқ, енді қабілеттерім жетпес мүмкін. Енді бір тартпады. Сол секілді сіз өзіңіздің болмайтын мамандықтар тізімі жазып қойыңыз. Ал қалған мамандықтар бойынша сіз өз мамандығыңызды шамамен тауып қалуыңыз мүмкін. Енді мен сіздерге мысал ретінде айттым, яғни дәрігер, мұғалім, бұл өте актуалды, мықты мамандықтар ғой. Әрбір қыз баласына айтатын отбасының мамандықтар ғой негізі. Дәрігер бол, немесе мұғалім бол, өлмейсің деген секілді. Әрине өлмейсің, бірақ сенің қызығушылығын әрмен қарай ояна ма деген дүние ғой. Сол себепті өзіңіздің мамандығыңызды нақты білмесеңіз, нақты болмайтын мамандығыңыздың тізімдерін жазып жүріңіз. Мысалы, мен артист болмаймын, немесе әнші болмаймын, қабілетім жетпеуі мүмкін ғой. Тура сол секілді. Жазып жүріңіз, соңында сізге лайықты, сіз лайық мамандық табылады. Сіздерге тағы бір айтар кеңесім, бұл әрбір мамандық таңдаған кезде өз қабілетіңізге қараңыз.
яғни айтамыз ғой, белгілі бір жетістікке жету үшін, белгілі бір саланың маманы болу үшін 1% талант, 99% еңбек дейді. Ал енді қараңыз, сізде 1% талант болмаса, 99% еңбек еш кетеді. Шынымен. Яғни сізде талант болу керек, өзіңіздің икемділігіңіз болуыңыз керек, және қызығушылығыңыз болу керек. Осылар болған жағдайда сіз әрбір өзіңіздің таңдауыңызды алып кете аласыз. Осы айтайын дегенім, енді қысқаша түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Енді мамандық таңдау деген енді бұл өте маңызды шешім. Себебі сіздің бұл шешіміңіз сізге ғана емес, сіздің отбасыңызға, тіпті қоғамға әсер етеді. Мысалы, егер сіз өз жұмысыңызды сүйіп істемесеңіз, сіз оған аса қатты жауапкершілік танытпайсыз. Сіз оған бір махаббатпен жасамайсыз жұмысыңызды. Ал ондай махаббат жоқ жерде, ондай бір қызығушылық жоқ жерде сіздің еңбегіңіз өнбейді, берекесі болмайды. Не сізге, не қоғамға, не бір сол бір саланың адамдарына бір пайда әкелмейді. Ол өзіңізді алдау, уақытыңызды құрту, мүмкін кейбіреулер өз мамандығын өз-өзін таппағандықтан стресске түсіп кетуі мүмкін. Яғни мен не істеп жүрмін, өмірде не істеп жүрмін, мынау ұнамайды, мынау не істеп жатырмын, мен не үшін оқып жатырмын. Оның бәрі адам өміріне әсер етеді. Сондықтан уақытыңызды құртпай, өзіңіздің психологиялық, моральдық құндылықтарыңызды құртпай, нақты ойланып, енді мектеп оқушылар ғой, енді көбіне мамандық таңдайтын, сіздерге кеңес, жаңағы мен айтқан осы бір 5 сұраққа 5 әдіс дейміз ба, кеңес дейміз ба, әрбіріне жеке-жеке тоқталып, шын жүрекпен ниеттеніп, өзіңіздің қабілеттеріңізді ашып, ізденіп, мамандық таңдаңыз. Және грант үшін емес, белгілі бір қалада болған үшін емес, немесе біреудің айтқан пікір үшін емес, немесе мода үшін емес, барлығы бір мамандыққа түсіп жатыр екен, ой, күшті мамандық деген екен, бәрі түсіп кетпей, өзіңіздің қабілеттеріңізге қараңыз. Жан-жақты іздестіріңіз, ертерек әрекет жасасаңыз, сол істе береке болады. Тұрақтылық, үздіксіз әрекет ол нәтижеге алып келеді. Мінекей менің блогым осымен тәмам. Егер сіздерге менің осындай бір пайдалы блогым ұнаса, енді пайдалы деп ойлап тұрмын, енді шын жүрекпен айтып жатырмын. Енді өзімнің басымнан өткен жағдай болғаннан кейін сіздерге де көмектескім келіп тұр. Енді барынша сіздер мамандықтарыңызды жаңылыспай таңдаңыздар, сүйіп істейтін, кейін жұмысқа баруға асығатын, жұмыстан үйге келуге асығатындай бір мамандық таңдаңыздар. Сонда берекесі болады. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей. Адал жүріп, адал тұр, адал істе береке бар деп енді мақалдап кетпей қойын. Бірақ енді сіздерге осындай бір тілектерім. Ал енді блог ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, келесі блогта не түсірейін, соны да жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқимын комментарийді. Сау болыңыздар. Ойбай, аяғым үйеді. Ойбай.